Қытымыр аяз, ақ түтек боран болсын, Богатырь көмір компаниясының көмірі тоқтаусыз өндіріліп, тұтынушыларға жөнелтілуде. Бұл жерде жылдың қай мезгілінде болмаса да ашық аспан астында еңбек етіп жүрген кеншілердің еңбегін бөлек атап өткен жөн. Олардың бірі теміржол жолын жөндеушілер. Богатырь жүктеу көлік басқармасының теміржол жолын жөндеушісі Дәулен Сапарұлы Сәрсенбаевтың осы мамандықтың таңдағаны да 35 жылдың жүзі болды. Дамылсыз еңбегінің арқасында шахтер даңқы белгісінің толық иегері атанды. Ұнайды өзіме. Үйренген жер ғой, бәлен жыл болды. Жазда жеңіл ғой, қыста боран, суық. Аяз деген сияқты кішкене қиыншылықта қыстыгүні. Қыстыгүні қар тазалаймын. Ду стирочный переводтар. Бақай видимость болады неде. Қатты борандар соны қарау керек барлығын. Қысқы киімдер тракторда беріп тұрады. Ол жағы бәрі жақсы, вовремя беріп тұрады. Киімдердің бәрі. Кима қайда? Мына қысқы еді ғой, жылы. Қазір беріп жатқан. Теміржол жолын жөндеушілер негізгі жөндеу жұмыстарын жазда атқарып, қысқа дайындайды. Ал қыстың суық күндерінде оны ұстап тұру, жол табандардың жағдайын бақылау, темір жолдарды қардан тазалау жұмыстарымен айналысады. Күннің ыстық суына қарамай жұмыс істей беретіндердің арасында сигнал беру, орталықтандыру және бағыттау құрылғыларын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтерлері де бар. Круглый год обслуживаем устройство одинаково в зимнее. Біз құрылғыларға жыл бойы қызмет көрсетеміз. Дегенмен қыс мезгілінде ерекше көңіл бөлеміз. Өйткені қысқы уақытта жағдай қиындай түседі. Тоңбас үшін жылы киінеміз. Араға уақыт салып жылынып тұрамыз. Мысалға ауаның температурасы -25 градустан төмендесе, 1 сағат жұмыс істеп 10 минут жылынамыз. Мы час работаем, 10 минут отдыхаем, греемся. Қалың қардың түсуі, борандар, мұздану, осының бәрі теміржолды еңбек ететіндердің жұмысын қиындатады. Әсіресе бағыттамалық бұрмалар ерекше назарға алынады. В основном стрелки заметает. Бағыттамалық бұрмаларды жиі қар басады. Теміржол жолын жөндеушілер тазалайды. Біз де бағыттамалық бұрмаларды қардан тазалауға шығып тұрамыз. Пойыз құрастырушылары да ауа райының кез келген жағдайында еңбек етеді. Олар вагондарды біріктіру, ажырату және пойызды дұрыс қалыптастыру жұмыстарын атқарады. Маневрлық қозғалыс кезінде машинистке белгі беріп, барлық операцияның қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етеді. Отличается только погодными условиями. Для комфортного нашего и безопасного зимнего работы труда. Қысқы жұмыс ауа райы жағдайымен ерекшеленеді. Қауіпсіз әрі жайлы жұмыс істеу үшін жылы киімдер, жеке қорғаныс құралдары беріледі. Жылыну пункттері бар, онда жылы су, жылу бар. Компания Пима қысқы жылы киіммен толық қамтамасыз етеді. Компания обеспечивает комфортное пребывание на работе. Теміржол жолын жөндеушілер сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтерлары, пойыз құрастырушылар ауа райының кез келген жағдайында ашық аспан астында жұмыс істей береді. Кез келген уақытта қандай да бір күтпеген оқиға орын алып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан бұл мамандық иелері әрқашан жұмысқа дайын тұрады.